Қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз хит болып жатқан этнотахианы жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бас өлшемін аламыз. Манекенде көрсетем сіздерге. Қараңыздар, ең шығып тұрған жерінен осылай сантиметрдің көмегімен өлшеп аламыз. Бұл жерде бізде 53 размер екен. 53 сантиметрлік стахияны жасайтын боламыз. Сантиметрімізді матаға түсіріп, 1 сантиметр қосып, 54 сантиметр қылып өлшеп алдық. Енін өз қалауыңызша істейсіздер. Мен енін бұл жерде 6 сантиметр қылып алдым. Қалағаныңызша жуан немесе жіңішке қылсаңыздар болады. Кесіп алдым. Енді бұл біздің бір деталіміз. Тағы да шеңберін істейміз енді тахияның екінші деталь. Ол үшін матаның ортасын тауып аламыз. Қараңыздар, мен матаның ортасын белгілеп кеттім. Циркульдің немесе сантиметрдің көмегімен дөңгелек сызамыз. Радиусын экранда суретке түсіріп алыңыздар, болмаса жазып алыңыздар. 53 сантиметрлік бас киімге бізге 9,5 сантиметр радиус болады. Айналдыра, бұлай 9,5 сантиметрді сызып шығамыз. Осындай дөңгелектен екеу керек бізге. Енді плавно бір-біріне нүктелерді қосып шығамыз. Міне қосып шықтық. Енді тура осындай қып екі дөңгелек кесіп алуымыз керек. Бізде осындай 3 деталь болады. 2 дөңгелек, бір осындай ұзын. Енді бізге дөңгелекке тура сондай қып 2 паутинка істейміз осындай. Паутинка дегеніміз ол клеющий материал осындай. Қараңыздар, өстіп 2 дөңгелекке қойып аламыз. Астына осындай дублерин керек. Оны да өстіп арасына саламыз. Тура өстіп қойып, қызып тұрған үтікпен үстінен басып шығамыз. Барлығы бір-біріне жабысып қалу керек. Енді келесі екінші бөлігімізде тура солай жасаймыз. Ұзын бөлшегімізді алып, тура осындай қылып паутинка кесіп аламыз. Дублерин матамызды осы бөлшектің жартысынан кесіп аламыз осылай. Енді бері қарай бір қабаттап, қызып тұрған үтікпен үстінен басып шығамыз. Міне қараңыздар, ыстық үтікпен басқаннан кейін осындай сырт шет-шеттеріне осы артық маталар шығады. Осыларды дұрыстап алып тастаймыз барлығын. Қайшының көмегімен өстіп алып тастаймыз, қараңыздар. Ақтары көрінбеу керек. Ұзын бөлшегімізді әдемі көріну үшін бетіне түзу сызықтар жүргізіп шығайын деп шештім. Ол өздеріңіздің қалауыңызша жүргізбесеңіздер де болады. Мен жүргізіп шығайын деп шештім. Линейканың көмегімен сызықтар сызып алдым. Енді өлшейміз, неше сантиметр керек екен. Неше сантиметр шыққан өлшеп аламыз. Тігіске 2 шетінен жарты сантиметр қалдырамыз осылай сызып. Енді тура сол өлшемді, шеңберді осылай өлшеп шығамыз. Сол өлшемді түсіреміз осы жерге. Бұл жерде бізде ұзын деталіміз 53 сантиметр болды. Сол 53 сантиметрді осы шеңберге түсіреміз. Міне 53 сантиметр осы жерде бітеді екен. Ортасына қосып, артық жерін кесіп алып тастаймыз.
Енді осы кесілген жерін осылай қосып зигзаг арқылы тігіп шығамыз. Міне өстіп тігіп шықтым. Бетінде өстіп түзу сызықтармен жүргізіп шықтым. Ол өздеріңіздің қалаулыңыз. Егер сондай ұнаса тігесіздер, ұнамаса тікпей ақ қойсаңыздар да болады. Міне нантты түзу сызықтармен өстіп тігіп шықтым. Енді астыңғы бөлігін осылай бір-біріне қосамыз. 1 сантиметрге бір-біріне кіріп тұру керек. Зигзагтың көмегімен қосамыз. Міне қараңыздар, қостым. 1 рет емес 2 рет тігіп шықтым осылай. Енді үстіңгі бөлік пен астыңғы бөлікті бір-біріне қосып шығамыз. Бұны да зигзагтың көмегімен қосамыз. Осылай ақырындап бір-біріне қосып кете береміз. Міне бізде осындай тақия шықты. Енді өзіміздің қалауымызша безендіреміз. Тастармен немесе этномоншақтармен, кез келген нәрсемен безендіруге болады. Басына, манекеннің басына тура келді. Өлшеміміз дұрыс келді. Бастан түспейді ең бастысы. Көрдіңіздер ма? Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Маржан.